Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып, арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Айжанның көңілі көтеріңкі. Таңнан ыңылдап ән салып жүріп, үйін тазалап, кірлерін жуып, балаларын мұнтазды етіп киіндірді де күйеуінің жақсы көретін тамағын жасауға кірісіп кетті. Мәндісін отқа қойып, өзінде ретке келтіріп, айнаға ұзақ қарап тұрды да жымиып қойды. Әншейінде далаға шығарамайтын балаларын бүгін үйге кіргізе алмады. Компьютерден басылмайтын балалар аулаға шыққыштап, қақпаны қайта-қайта ашып, жолға қараумен жүр. «Әй, киімдеріңді былғап алмаңдар», деп дауыстап қойып, телефонын дүркін-дүркін тексергіштейді. «Әкем келді», деген дауыстан селк ете қалған Айжан қисая көзі ілініп кеткенін енді білді. Орнынан атып тұрғаны сол еді, күн торып, жүзін жел қаққан қара торының нақ осы күйеуі табалдырықтан аттап та үлгерді. Жүгіріп барып, мойнына асыла кетті де айқасқан қолдарын ажырата алмай ұзақ тұрды. Келіншегінің екі бетінен шөпілдете сүйген күйеуі қисайып кеткен орамалын ысырып тастап, құшарлана шашынан иіскеді жарының. Әкесі келген базарлықты қызықтап, дамбырласқан балаларының маңдайынан сүйіп тұрып бара жатты да, «Балаларды жатқызсаңшы», деп келіншегіне көзін қысып қойғаны сол еді, сорлы қатыннан тыным кетті. Перзенттердің бөлмелеріне қарай қуып, тығып, дастарханды тез жинай, ыдыстарын асығыс жуды. Жатын бөлмесіне қарай жүргенде-ақ қобалжып, жүрегі соғып, аяғы дірілдеп, өзгеше күйге түсті. Есікке қолы тигені сол еді, бар күшінен айырылып, отырардың қақпасын ашып тұрғандай, әлі келмей әрең итерді. Төсегіне қисая сүйіктісін күтіп жатқан күйеуі үлбіреген тым жұқа көйлектегі қатынын көріп, аттай толап шыға келді. Қатты қыса, аймалай, аптығып тұрған күйеуіне еркелей, «Бұрын бір вақта бітіріп келуші едің, бұл жолы неге созып жүріп алдың?» деп тартыншақтай назданды Айжан. Ештеңе естімей, есінен танып бара жатқан ері жауап қатпады. Қанша тартынып ынтызарлығын жасырғысы келгенімен, бойы балбырап, сағынышы асқана түскен Айжанда қарсылық танытуға құлықсыз күйде. Еркін еріне тапсырып, құлай кетті. Әңгімесі таусылмай, сағынышы басылмай, күйеуіне еркелей берген келіншекпен үнсіз тыңдап, үнсіз құшқан Әлтай, түннің жартысынан аудырып барып, сезімдері саябырсып, тынышталды. Далаға кеткен күйеуінің қол телефонын қуаттандыруға қоймақ болып, Айжан тоқ көзіне келіп, еріксіз телефонға үңілді. Өшірулі тұрған телефонды неге қоса салғанын өзі де білмейді. Арты-артынан түсіп жатқан хаттардың алғашқыларын оқып, денесінен жан кете, төсегіне сұлқ құлады. «Жаным, жеттің бе үйіңе? Қатының сағынып па? Сағынышын баса алмай жатқан шығар?» Айжан салдақы, деді. Өкпесін жарған өксігі өңешіне тығылып. Кеше ғана шаңырағына шаттық пен бақыт орнаған үйдің берекесі қашып, үңгірге айналды да кетті. Айнадай жалтыраған еденде балалар өздігінен тауып, жеп, талғажау еткен кәмпиттің қағазы мен нанның қоқымы шашылып жатыр. Айжан бөлмесіне шықпай, бүк түсіп жатып, тал түске жеткізді. Бұл берекесі қашқан үйдің бүгінгі тағдыры жазылған күнді. Жарты түнді тауысып, мауқын баса, сағыныштарын дәлелдеп, бірін-бірі жеңе алмай талықсыған екеу, күн керіліп, алтын шашы дудырап, ұясынан сығалай қарағанда зорға тынған. Соңы жанжалға ұласқан тәтті түнді отты күнге айырбастап алып, бағанағы мейіріммен жұмсақтықтан жұрдай болып, қатынына төніп келіп, арыстан шайбаттанып, бір сәтке де тыныштандыра алмағанына ыза болғанда, телефонын көкке көтеріп тұрып, жерге бар күшімен сермей лақтырған Әлтайдың мобильді құрылғысы күл паршасы шығып, жерде шашылып жатыр. Бір төсекте екі жаққа қарап, екі бөлек жатқан ерлі-зайыптылар ұйықтауға қанша тырысса да ештеңе өндіре алмаған. Анда-санда тереңнен тартып әкеліп, кеңсірігінен танауына тығылған кептелген ауаны деп отүрлей шығарып, есілей күрсініп жатқан келіншегінің қылығы сығырданын келтіріп, шыдамында осса да тыйып тастауға дәрменсіз жатқан Әлтай бір жағына қарай қисайып алып, қолын қусыра іштен тынған. Осылай болатынын білген.
егер отбасымның шырқын кетіріп мазамды алсаң, оңдырмаймын, деп ескертіп те кеткен. Қашанғы сол сайқал күлкісі өзгермейтін неменің мұндай әрекетке баратынын күмәнданып еді. Таңғы шайын дайындап, екеуінің төсеніштерін ауыстырып, төсегін жауып қатарласа жолға шығып, жол айрықта қоштасып ажырасқан еді. Тұп-тура бір айдан соң. Дәл осы жерде қайта жолығуға уағдаласып ол сайтанмен. Одан басқа кім қылсын мұндай қойтырлықты? Неге бөтен номер? Неге өшірулі? Жол ұрып, шаршап келген Әлтайдың көзі ілініп кетіпті. Анашым, қарным ашты, деген Аминаның дауысынан оянып кетті. Шешесі дыбысын шығармастан жауап қатпаған күйі сірейіп жатыр. Сүйкімді қыздың құшағын алып, еркелете маңдайынан сүйіп, әсі шашын керей-тере сипап қойып, «Айжан, тұр, балаларға тамақ бер», деді теріс қарап демсіз жатқан әйелін нұқи. «Бер өзің. Амина ортақ, Біржан жеке меншігің. Серік ішпесе де өлмейді», деді солқылдап. Мұнысы бір балалы екеудің жұп құрап, аяқ астынан екі балалы болып шыға келіп, ортақ бір бала сүйгенін есіне салғаны ғой. Өзінің ұлы Серігін тым аянышты көрсеткені, өз халінен белгі бере кеткені. Жылап, қыңқылдай бастаған қызын жұбатып, түнгі тергеуден титықтап, шала ұйқыдан баса ауырып тұрған Әлтай, қатынын тұрғыза алмаған соң, қызын жетектеп ас бөлмеге қарай кетті. Құлаққа ұрған тыныштықтан мезі болған Әлтай бұл азаптың шегі жоқтай күйзелді. Не болса да бір шетіне шығарып, отбасының берекесін кіргізбекке бел буып, өзі күл паршасын шығарып, шағып тастаған телефонның сынықтарын жинап жүр. Ондағысы номерін тауып, өзге телефонға салып әлгі сұрқияны тауып алмақ. Жерге кіргендей із-түссіз жоғалған сим картасы табылмай-ақ қойды. Үйде сыпырылмаған 2 күннен бері. Әншейінде тырмаланып, үйін тазалай беретін келіншегі теледидарды қосып алып қозғалмай отыр. Ол аздай безірейіп, жауапта қатпайды. Тілін жұтып қойғандай. Тамағы да дәмсіз. Дастарханды жайып, бала-шағасына тамақ беріп жатқан келіншегі күйеуі келе алдына тамағын қоя салды да, «Сен уылдырық жегім келіп жүр деп едің ғой, жесеңші», деп қап-қара уылдырықты нанға жағып, ұсына бере сөзінің аяғын күтпестен бұрылып, шығып бара жатқан келіншегінің соңынан телмірді. Үнсіз қалған Әлтай үрпиіп, ұнжырғасы түсіп, әке шешесін аңдып отырған балаларына жаны ашып кетті. Серік өзге балаларынан елгезектеу. Әкесін аяп, қасынан бір елі шықпайды. Шешесі құлықсыз жасаған тамақты жеп болған соң, бауырларын бөлмесіне жөнетіп, ыдыстарды жуып, ас бөлмені жинастырып қойды. «Балам, маған көмек керек. Құрып кеткір сим-картаны таппасақ болмайды», деді сыбырлап әкесі ұлына. Өз әкесі болмаса да жаттық танытып, өгейлік көрсетпеген соң өте жақсы көреді Әлтайды бұл бала. Әлтайдың да Айжанға артар кінәсі жоқ. Бас құрағалы мұның ұлын жатсынбады. Ана мейіріміне шөлдеп жүрген балада елпеңдеп, тез бауыры басып кетті. Екі бөтен ұлдар туған бауырлардай тату. Қарындастарын жақсы көріп, қамқор болып жүргені. Телефонның сынықтарын жинап, құрастырып көріп еді, түгелденіп, сұлбасы пайда болды. Тек номер ұшты-күйлі жоқ. Тізерлеп, бөлмені тіндіп шаршаған әкесі ағаш төсекке арқасын сүйеп, шалқалай отырды да, тершіп тұрған маңдайын саусағымен ысырып тастап, көзін жұма үнсіз қалды. «Таптым!» Ұлының жан даусы шыққаны сол еді, ұшып тұрып жетіп келіп құшақтап, шөпілдетіп сүйе бастады. «Жарайсың ұлым!» деп, үйді басынан көтер айқайлай жібергенде ақ, бір сүйінші барын сезген кішкентай періштесі жетіп келіп, шаттана секіріп жүр. Серіктің телефонына нөмірді салғаны сол еді, шар ете қалды жарықтық. «Алло, сен бе едің бәрін бүлдірген, ақымақ. Ит болмасаң осындай опасыздыққа қалай бардың? Ей сайтан алғыр, менің отбасымның шырқын кетірдің ғой». Әкелерінің ышқынына сөйлеп, терісіне сыймай тұрғанына қуанарын да, қуанбасында болжай алмай, 3 перзенті демсіз қадалып үнсіз отыр. Әлгінде күйеуі бар даусымен жанталаса, соққыға алып әлдекімнің терісін сыпырып, тындырдым дегендей балаларын ертіп, бөлмесіне мәз-мейрам жарқылдап шыққанымен, құрақ-ұша қарсы алдына шыға қоймаған Айжанның салқын қандылығынан жүні жығылып, сасып қалды.
Әдеттегі орнынан таппаған соң қақсап тұрған теледидарды сөндіріп, әскерін ерте ас бөлмеге беттеген. Жаңа ғана күйеуі нанға жағып бергенде мұрын шүйіріп, шеме кеткен уылдырықты соғып отыр екен қатыны. Мұнысына да әуелі қуанып, сосын бір үміттің оты жылт ете қалды. Дастарханға келіп, қарсы бетіне жайғаса, дәмдімекен, сен үшін алдым. Бұл бәленің де түрі мен сапасы әртүрлі, сен жесін деп әдейі жақсысын таңдап алдым, деп самбырлай жөнелді. Эмоция жоқ. Әкесінің сөзін тыңдап алып, ал енді жауап сізден дегендей анасының өлген балаларына көзінің қиығын де салмастан, неменеге шолап жүрсіңдер? Жерден жеті қояндап қандай. Барып жатыңдар, деді сілдене безбүйрек ана. Үрпейіп отырған балалар бірінен соң бірі тұрып, біріне бірі еріп, шығып бара жатқанда қолғасын жұлып алғандай, Әлтай жан ұшыра көзі мөлтілдеген қызын қағып алып, кеудесіне басты да қатты қыса сүйгіштей жөнелді. Осыншама әсерлі һәм аянышты көріністің бәріне тек өзі ғана кінәлі екенін, ең қатыгез кейіпкер өзі ғана екенін сезінбейтіндей, Айжан шайын сораптай сіміріп, жұтынып қойып, міз бақпаған күйі отыра берді. Айналайын, әкесі өлгенді де естіртеді. Әй, әкеңнің қатыны әкеңді өлтірген алдыңа келсе құнын кеш, деген сонша безіретіндей не жаздым деп тап бергені сол еді. Қатыны атып тұрып, аузын баса далаға жүгірді. Жылайды енді боздап деп ойлаған Әлтай, жарының лоқсып, құсып жатқанын естіп, ауырып қалған жоқ па деп ойымдап қалды. Салқын су алып шығып, аузын шаюға ыңғайланған келіншегіне сыздықтата құйып беріп тұрып, жүрегі елжіреп кетті. Құшақтап алғысы келгенімен дәрмені жетпеді. Қолындағы ожауын жұлып алып, қақ шекеден қойса жетісермін, деп ойлады ішіне. Аяп, жақсы көріп тұрғанын ілтипатынан байқатып, асты үстіне түскен күйеуінің әрекетіне әсерлене қоймаған Айжан, бір қолымен жертаяна, ішегінен тарта құсып отырған орнынан тұрып, аузын тағы бір мәрте шайды да, су құйып, мұзда тұрғандай тайғанақтап, қылпылдаған күйеуіне мойнын да бұрмастан үйге қарай кетті. Бөлмесіне барып төсегіне жатар деген үміті тағы да ақталмай қалды Әлтайдың. Теледидарға қарсы қойылған диванға гүрс ете құлап, теріс бұрыла жатып қалған келіншегін желкесінен түйіп жібергісі келіп, ол ойынан да тағы да өзі айнып, қасына келіп отырды. Айжан, деді қатқылдау дауыспен. Жауап жоқ. Тыңдашы, ол хатты жазған Қуат Есуас. Әйтеуір соның сол әдетін қойдыра алмадым-ау, деді ендігі дауысын жұмсарта. Екеуміз бір бөлмеде тұрамыз. Қашанғы қылығы сол, 4 құбыласы тең адам солғанадай түге. Оңбаған осылай ететінін айтқанда тыйып тастағам. Бір шетінен шені өзінен жоғары қызметтесі болған соң өте қоймас деп. Оның үстіне бөтен нөмір. Анада дәл осылай ауылындағы досын ажыратып тына жаздаған. Абырой болғанда әйелі қалжыңды түсінеді екен, деп жанталасы ақталып отырған Әлтай сүйіктісінің пысылдап ұйықтап қалғанын білді. Әй, бәрібір біліп тұрсың ғой. 2 күннен бері көзілмеп едің. Көңілің орнығып ұйықтап қалдың емес пе көжегім, деп өзімен өзі сыбырлай сөйлеп, қатынының көрпесін жаба сол көрпенің астына сүңгіп кетті. Ұйықтап жатқан келіншек қапсыра құшақтаған күйеуіне қарай бұрылып, кеудесіне көміле күйеуінің иегінің астына тұмсығын итере, мекеннің қанатына жапсыраған балапандай тығыла түсті. Жарының ұйқысын бұзуға қимай, Әлтай қолтығын төсеп, үнсіз аймалай, шашынан иіскеп жанталаса өрекпіген жүрегінің дүрсілін санап жатыр. Танауын қытықтаған тәтті иістен оянып кеткен Әлтай басын көтеріп, құтты ертегілер әлеміне тап болғандай болды. Айнала мұнтаздай таза. Кешегі ыбырсып, әр жерде жатқан киімдер де, ойыншықтар да жоқ. Көзін қанша уқалап, қайта зер салса да сол қалпы өзгермейді. Ғажап көрініс. Түнде бүрісіп, қойнына тығылған жарының орнына суып қалыпты. Таңға жуық ұйқылы ояу шүйіркелескендері еміс-еміс есіне түсті. Ас бөлменің кереметі өз алдына екен. Шалқая ашылған терезеден күздің таңғы салқынын үрлеген самал жұқа пердені еркелете билетеді. Дастарханда үлпілдеп піскен қызыл бауырсақтар үйіліп тұр.
пікір қысқыштары қатар-қатар тізілген моншақты тағынып, сырттан кірген қатыны состиып тұрған жарының мойнына асыла кетті. «Мен түс көріп тұрмын ба?» деді кібіртіктеп еркегі. «Я, оянсаңшы», деп сықылықтап күлді. «Немене, перімісің? Неге сонша күлесің?» деп мойнына айқасқан қатынның қолын жұлып алып, жүзіне үңілді Алтай. «Жоқ, пері емес, өзі қатыны. Көзінің сұлуын-ай» деп ойлап үлгерді іштей. Айтпақшы, осы мейірімді көзге ғашық болған едім ғой, деген ой сумаң етіп шыға келді де есін жинатып кетті. Жабыса бір-бірінің жылуын сезінген қос кеудеден қос жүрек үндесе дүрсілдейді. Келіншегінің омырауы өз көкірегіне жаншылып тұрғанын енді ғана аңғарған Алтай лезде өзгеріп, қаны тулап шыға келді. Бас салып күлімдеген көзінен сүйіп, дірілдеген ернін сора бастағаны сол еді. Кішкентай қызы есікті шалқасынан лақтыра салып, жүгіре басып кіріп келді. Әкешім, жүрші далаға. Аспанда көп тырналар ұшып барады», деді ентіге. «Сен оның тырналар екенін қайдан білдің?» деп шешесі әкесінің оттай лаулаған өрт құшағынан сытыла қызының бетінен сүйді еңкейіп. Тырналардан да зор қызық күтіп тұр еді. Ойда жоқта сол қызығынан айырылып қалған Алтай есін әзер дегенде жиып, бойын зорға тіктеп, сүйкімді қызына күлімдей қарады. «Тәттім менің, қане көрейік», деп сүйкімді першесінің нәзік саусақтарын күректей алақанына орай далаға беттеді. «Тез келіңдер, қонақ келеді. Ауыр стөлді көтеріп жазып бер», деді айғайлай Айжан. Онсыз да қимай бара жатқан күйеуін одан ары естен тандыра. Тырналар ұшып кетіпті. «Қап» деп іштей беймаза болған Алтай серікке бұрылып, «Балам, шешеңе не болған? Қандай қонақ келмекші?» деді таңырқай. Ұлы телефонын алып, хабарлама программасын ашып, ұзын сонар хатты көрсетті. «Қымбатты Айжан, амансың ба? Мен Қуаттың жарымын. Бұл ақымақ қалжыңбас мінезін қоймай-ақ келеді. Осыдан екеуіңді татуластырып қайтсам қоямын» деп серт етіп отыр. «Қалғанын келген соң айтармыз. Дайындал, түске тарта жетеріміз, жолдамыз». Айтпақшы, бұл номерді таныған шығарсың, сақтап қой, менің номерім ғой. Ал мына номермен күйеуің маған қоңырау шалып, иттерімді басыма қаптаған, ендеше бірде-бір деген әзілқой хатты оқып, Алтай есінен адаса жаздады. Бір шетінен қуанғанымен, бір шетінен аяқ асты қалай дайындалып үлгермекпіз деген үрейден шошып ыршып түсті. Үйіне асыға басып кіріп келіп, қатынын іздеді. Жоқ, жуынатын бөлменің есігі ілулі. Айжан, шық, тезірек базарға барып қайтайық, кәуап пісіруіміз керек, сусын, жеміс жидек алайық деп жандаласа есікті соққылады. Асықпай ашылған есіктен аруақтай бозарып шығып келе жатқан қатыны көзі мөлтілдеп күйеуіне жыламсырай қарады. «Алтай», деді кемсеңдей. «Не болды, ауырып қалдың ба?» Алтай әйелін бәйек болып сүйе бастады. «Жоқ, тұра тұршы, сүйе бермеші», деп келіншегі кері шегіне қолындағы қағаз таяқшаны созды. «Бұл не?» деді Алтай түкке түсінбей. «Есіңде ме, қызымыз тоуларда көрсетіп едім ғой?» «Я, есімде. 2 қызыл сызықша болған. Мәссаған, мұнда жаным менің 2 сызықша ғой мынау». Қатынын құшақтап алған Алтай бұл жолы тау көшіп, топан су басса да алған бетінен қайтпайтындай. Періштелердің өзіне ерлі зайыптылар жеке қалғанда жазып, көруге тыйым салған екен жаратушы. Бірін-бірі шын сүйіп, қызғаныштан азап тартып, махаббаттың ләззатында табысқан ерлі қатыннан басқа мұнда ешкімде жоқ. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.